Сән әлемінің атасы кім екенін білесіз бе? Ол Карл Лагерфельд. Ол Шанель мен Фендиді жаңғыртып, бүкіл әлемге танытты. Осылайша сән индустриясына өзіндік үлесін қосқан. Бүгінгі шығарылым аты аңызға айналған әйгілі дизайнер Лагерфельд туралы болмақ. Карл Лагерфельд 1933 жылы 10 қыркүйекте Гамбургте ірі кәсіпкер, сүт зауытының иесі Отто Лагерфельдтің отбасында дүниеге келді. 1953 жылы анасымен бірге Парижге көшіп, онда жоғары сән синдикаты жанындағы мектепте оқыды, бірақ дипломын қорғамады. 1954 жылы ол халықаралық жүн хатшылығы ұйымдастырған сән дизайнерлерінің байқауында пальто дизайны үшін сыйлық алды. Қазылар алқасының мүшелері арасында Пьер Бальмен мен Юбер де Живанши болды. Жеңімпаз Ив Сен Лоран болды. Ол сол кезден бастап Карлмен дос болды. Олардың достығы 1975 жылға дейін жалғасты. Байқаудан кейін Пьер Бальмен оны өзінің көмекшісі болуға шақырды. Сіз білесіз бе, Карл өзінің нақты жасын ешқашан айтпаған. Тіпті оның туған жылы 1933 немесе 1935 екені әлі күнге шейін белгісіз. Сән атасының жолы қайдан басталды дейсіз бе? Барлығы жас Карл менен Парижде басталды. 2015 жылы ол алғаш рет Фендиден жоғары жүн топтамасын ұсынды. Оның аясында ол әлемдегі ең қымбат тонды жасады. Сабанның терісінен жасалған топтама $1 миллион бағаланды. Дизайнер парфюмер ретінде де танымал болды. Ол Хлоя, Кельвин Кляйн, Джако хош иістерін, сонымен қатар кітаптың хош иісін жасады. Сіз сән әлемі атасының еңбектері жайлы не білесіз? 1965 жылы Лагерфельд Фенди сән үйін басқарды. Онда ол былғары мен аң терісінен киім жиынтығын жасаған. Өмірінің ең соңғы жылдары Карл Лагерфельдтің ең жақын серігі Шупета атты бирмалық мысығы болды. Шупета тек үй жануары емес, нағыз жұлдызға айналды. Ол кітап кейіпкері болды, жарнамаларға түсті, тіпті аксессуарлар коллекциясына шабыт берді. Сіз елестете аласыз ба? Оның өзі 3 миллион евродан астам табыс тапқан. Карл мысығын соншалықты жақсы көрді, тіпті оған жеке ұшақ пен 2 қызметші жалдаған. Ал ең қызығы, неміс азаматтығының арқасында ол өз байлығын Шупетаға мұра етіп қалдыра алды. Бұл сән әлеміндегі ең ерекше махаббаттардың бірі. Сіз мысыққа осынша байлықты қалдыру дұрыс деп ойлайсыз ба? Бұл махаббат па, әлде шектен тыс еркелету ме? Төменге пікірлеріңізді жазып кетіңіз.